Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге ысталған ет қосылған өте дәмді бұршақ сорпаның рецептін ұсынамын. Ол үшін өте қарапайым ингредиенттер қажет болады. Ысталған тауық еті, пияз, картоп, сәбіз, аскөк, лавр жапырағы, сарымсақ, бұршақ және ұнтақталған қара бұрыш. Қызып тұрған сұйық майдың бетіне пиязды салып қуырып аламын. Келесі ингредиент сәбіз. Сәбіз үкіштен өткізілген. Оны да майдың түсі өзгергенше қуырып аламын. Енді қуырылған ингредиенттердің бетіне су құйып қайнатып аламын. Су қайнағаннан кейін бұршақ және ысталған етті салып қайнатып аламын. Су қайнағаннан кейін баяу отқа қойып, бұршақ дайын болғанға дейін пісіремін. Шамамен 1 сағат уақыт кетеді. Бұршақ дайын болғанға дейін 20 минут бұрын сорпаға туралған картопты, лавр жапырағын, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамын. Сорпа дайын болғаннан кейін аскөк пен сарымсақ қосамын. Мінекей ысталған ет қосылған өте дәмді бұршақ сорпасы дайын. Отбасыңызға ұсынып көріңіз. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.